Ертеде бір шағын ауылда Мұстафа есімді өте зерек, білім құмар бала өмір сүріпті. Ол кітап оқуды, жаңалық ашуды және түрлі қызықты тәжірибелер жасауды жақсы көретін. Бірақ ауылда заманауи мектеп те, ғылымдар да жоқ еді. Бір күні Мұстафа ескі сандық тауып алады. Оның ішінен жарық шашқан кішкентай робот секілді құрылғы шығады. Бұл смарт бала деп аталатын сиқырлы көмекші еді. Сәлем, Мұстафа, мен сенің білім серігіңмін. Сенің армандарыңды орындауға көмектесемін, деді смарт бала. Шынымен ба? Онда мен барлық ғылымдарды үйренгім келеді, деп қуанып кетті Мұстафа. Сол күннен бастап смарт бала Мұстафаға математиканы, астрономияны, программалауды, тіпті робототехниканы үйретті. Олар бірге тәжірибелер жасап, ғажайып машиналар құрастырды. Бір күні ауылда үлкен мәселе туындады. Су құбыры бұзылып, халық сусыз қалды. Мұстафа мен смарт бала арнайы су сорғыш құрылғы жасап, ауыл тұрғындарына көмектесті. Барлық ауыл тұрғындар смарт бала мен Мұстафаға таң қалып, рахметін айтты. Сол күннен бастап Мұстафа білімнің күшін түсініп, өз ауылынан смарт бала академиясын ашты. Ол жерде барлық балалар ғылымды үйреніп, өз армандарын жүзеге асыра бастады. Осылайша Мұстафа мен смарт бала білімнің жарығын таратып, әлемді ақылды әрі жарқын ету жолында еңбек етті.